Тоғыз татар Цузубу қағанаты. Ескілікті Қытайдың Цзинь тарихында милади 284-287 жылдар оқиғасын баяндау барысында Ғұн ұлысының ұйытқысы болып тұрған 19 арыстың қатарында Хэйлань дейтін тайпа тауы таңбаланған. Керей деп айғақтайды 20 ғасырдағы Қытай ғалымдары. Керей бағзыдағы тере мен көк түріктің жарқа бөлшектерін өзіне қосып алып, әбден іргеленіп, ежелгі түрік қауымының ордалы қонысындағы ең елеулі күшке айналады. Түрік қағанатына сабақтас мұрагер қуатты ұлыс ұйыстыру мақсатында жаңадан құрылған Қытай жылнамаларында Цузубу деп аталатын туыстас рулас бірлестігінде жетекші орын алыпты. Тоғыз татар Цузубу ұлысының өктем қидан Ләуо патшалығына қарсы тынымсыз азаттық соғыстары 10 ғасырдың екінші жарымы, 11 ғасырдың ұзына бойына созылған. 1089 жылы Цузубу бірлестігінің ғана емес, бүкіл далалық тайпалардың бас билігі, яғни Далай-хан мәртебесі кейінгі тарихшылар дарынды қолбасы, көреген саясаткер деп бағалаған Керей Моғұздың қолына көшкен екен. Моғұз 1092 жылы ел ішінде кірген қиданның қалың қолын тас-талқан қылып жеңген. Жеңіс арты жауды түре қуып, Ләуо патшалығының шегіне барып енген. Мұнда тағы да жаңа жеңістерге жеткен үлкен жорыққа ұласыпты. Бірақ Ләуо патшалығы жаңа бір амалдар қарастыра бастайды. Ежелгі шағыстыру, іштен іріту саясаты. Көп ұзамай-ақ тоғыз тайпа бірлестігіндегі орталық топтың бір жола күшейіп кетуінен қауіптенген кейбір рулар іргесін аулақ сала бастайды. Оның үстіне бұл кезде қиданға көмекке ту сырт түстік шығыстан Таңғұт патшалығы және соғыс ашады. Ақыры әлденеше майданнан соң 1095 жылы Моғұз бастаған Цузубу бірлестігі ауыр жеңіліске ұшырайды. Одақтас, бауырлас тайпалар әрқайсысы өз қамына көшіпті. Бірақ Далай-хан Моғұздың тікелей құзырындағы жұрт жеке соғысын одан әрі жалғастырады. Ақыры туыстардың көмегінен айырылған екі тарап Қидан мен Таңғұт қабаттаса қыспақ қалған Керей қауымы 1099 жылы бір жола басылыпты. Келер жылы тұтқынға түскен Далай-хан Моғұзды 1100 жылдың 2 айында Ләуо патшалығының терістік астанасы Шинцзинь қаласында базар алаңында линчи аталатын жаза бойынша бұтарлап шауып өлтірген екен. Алайда кейінгі қауымның күресі одан әрі жалғаса береді. Жаңа ғасырдың басында Қидан мен Шүржен арасындағы текетірес жағдайды пайдаланған далалық түрік рулары тағы да көтеріледі. Сөйтіп 1119 жылы Моғұздың мұрагері Бошаужы Далай-хан Ләуо патшалығының бодандығын тәрк етіпті. 1125 жылы терістік Қытайда Шүршіт тайпасы билікке жетеді. Енді Қарақидан Ләуо мемлекеті Шүржен немесе Шын патшалығы атанады. Қорғаныс және шабуыл соғыстарын қатар жүргізген Сақара жұртының бастаушы ең негізгі қауымы Керей тайпасы болыпты. Шын мәнісінде ұлы даланы басым бөлігіне өз билігін орнатқан Керей хандығы Шүржен империясынан мүлде тәуелсіз, дербес ұлысқа айналады. Керейлердің бұл кездегі тікелей боданы әрі берік одақтасы Қият ру екен. Алыстағы Жетісуда жаңадан құрылған Қара Қытай мемлекетімен аралықта да жақсы қатынас орнайды. Енді далалық түрік тайпаларының біразы ежелгі Абадан әулеттің тізгінін алған Марғұз Бұйрық ханның төңірегіне қайтадан топтасыпты. Ақыры 1147 жылы Шүршітпен арада тиімді бітімге қол жетеді. Шын патшалығы ұлы далада жаңа бір айбынды елдің бой көтеруіне қараптан қарап отырып жол бермес еді. Арада 3-4 жыл өтер-өтпесте бейбіт бітімді бұзып, жаңа жорық ашады. Осы алмағайып кезеңде татар әмірі Нор Бұйрық хан сірә Шүршітпен бірге аттанған жорық үстінде Марғұз Бұйрық ханды қолға түсіріп, жауға байлап береді. Шүржен шын патшасы Дигунай Марғұз ханды азапқа бұйырып, ағаш есікке шегелеп өлтірген екен.
Шүршітке қарсы жалпыға ортақ өшпенділік өз алдына татар мен керей арасындағы әдепкі алалық енді кектес жаулыққа ұласады. Бұдан арғы Рашид ад-Дин куәландырған хикая аңызға орайлас, бірақ Марғұз Бұйрық ханның кегі қайтарылған. Нақты оқиғадан туындаса керек. Ханның Көкітай көрікті деп атанған, бет ажары көрген жанды толқытар, ғажайып сұлу қатыны болған. Қазадан соң бір шама заман өткенде, әлдебір атаулы той немесе ас кезінде татар жұртына хабар салады. Мен Нор Бұйрық ханның тойына сойысқа 100 қой, 10 байтал, ішімге 100 саба қымыз апарам деп. Бұл бағыныш, қолдық ұру рәсімі есепті болған. Айтқандай аз ғана нөкермен 100 қой айдап, 10 байтал жетектеп 100 арбаға тиелген 100 саба қымызбен барыпты. Семіз қойлар сойылады, ту байталдар жығылады. Нор Бұйрық хан бастап, барлық жұрт той тойлауға кіріседі. Сөйтсе, 100 арбадағы 100 сабаның ішінде 100 батыр жасырынып отыр екен. Келер мезетте теріні тіліп, түгел сыртқа шығады да татар ордасын ойран қылады. Нор Бұйрықты өлдіріп, қалған жұрт бегі мен нөкерін тағы қырып салады. Сөйтіп, Көкітай көрікті күйеуі Марғұз ханның кегін қайтарған екен дейді. Марғұз Бұйрық ханның өлімі 1150 жыл шамасы.